Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулла. Елімізде жанар-жағармай қоры жеткілікті ме? Соңғы кездері неге осы жанар-жағармайды сыртқа шығару оқиғалары көбейіп кеткен? Жалпы жанар-жағармай бағасын реттеу қалай жүзеге асып жатыр? Бүгін біз осы және басқа да сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Әл-Фараби Сауатов, энергетика министрлігінің мұнай тасымалдау және өңдеу департаменті директорының орынбасары, сондай-ақ біздің хабарымызға Нұрлан Жұмағұлов, Energy Monitor қоғамдық қорының директоры да қатысып отыр. Біздің хабарымызға Zoom арқылы Әлібек Әбдулов, Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі де қатысып, мәліметтермен бөлісетін болады. Сондай-ақ біздің хабарымызға белгілі экономист Мақсат Халық мырза да қатысып өзінің пікірін білдіреді. Сонымен ең алдымен қадірмен спикерлер, сіздерге осы біздің хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендердің атынан алғысымызды жеткіземіз. Және көрермендеріміздің есіне сала кетейін, біздің WhatsApp нөміріміз жұмыс істеп тұр. Оған өздеріңіздің сұрақтарыңызды және басқа да пікірлеріңізді жазуларыңызға болады. Экранда біздің телефон нөміріміз көрініп тұр. Сонымен талқылауымызды бастайық. Мен ең алғашқы сұрақты Әбу-Насыр мырза өзіңізге қояйын деп отырмын. Жалпы бүгін еліміздегі Әл-Фараби, еліміздегі жанар-жағармай қоры жеткілікті ме? Дәл қазіргі сәтте енді қазір көктемге егіс жұмыстарда жүріп жатыр. Дизельді жағармаймен қамту мәселесі қалай жүзеге асып жатыр? Осы туралы мәліметтерді айтып берсеңіз ең алдымен. Саламатсыз. Қазіргі уақытта жағдай бойынша елдегі дизель отынының жиынтық қоры бізде 279 мың тоннаны құрайды. Ол негізі елдің 21 тәуліктік қажеттілігін жабуға жеткілікті. Сонымен қатар бензин бойынша бізде 250 мың тонна, АИ 92 бойынша, АИ 95 бойынша бізде 60 мың тонна. Ол көлем негізі осы 22 күндік қажеттілікті толықтай қамтамасыз етеді. Бұл енді әрі қарайғы жағдай қалай болады? Негізі осы 9 сәуірден бастап бізде Шымкент мұнай өңдеу зауыты жөндеу жұмыстарынан шығады және көлемдер үлкейе бастайды. Ал дәл қазіргі сәтте осы жағармай тапшылығы қалыптасып қалуы мүмкін бе? Жоқ әлде бәрі қалыпты жағдайда ба? Негізі қазір өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай оңтүстік өңірде бізде тұтыну көлемі өсіп келе жатыр. Дәл 1-тоқсан бойынша мысалы қарайтын болсақ, алдыңғы жылдары қарағанда 15%-ға өсіп кетті. Ал тиісті шаралардың арқасында негізі қамтамасыз етеміз. Бұның өсіп отырған себептері қандай? Неге өсіп отыр? Енді оның бірнеше себебі бар ғой. Ол мысалы дәл солай бағалардың диспаритеті десек болады. Қазіргі кезде осы көктемгі жұмыстар жүргізіліп жатыр ауыл шаруашылығында. Сол себептен. Жақсы, содан кейін қазір енді көптеген ақпарат құралдарында да жариялап жатқан жорамалдар бар. Мысалға, көрші елдерде осы жағармайдың бағасы, әсіресе дизельді жағармайдың бағасы жоғары болғандықтан, олардың көпшілігі осы біздің елімізден заңсыз жолмен әкету жолдарында қарастырып, көптеген оқиғалар тіркеліп жатыр деген ақпараттар бар. Бұл қаншалықты рас? Ондай ақпарат бар. Ол қазір кезде мысалы біздің көршілес мемлекеттерге қарағанда Қазақстан Республикасында бізде дизель отыны ең төмен баға болып табылады. Дәл сол мысалы Ресеймен келтіретін болсақ, Ресейден 1,5 есе, Қырғызстаннан 2 есе арзан біздің дизель отынымыз. Содан кейін осы шекаралық аумақтарда осы біздің жағармайымызды көп көлемде сатып алу оқиғалар тіркеліп жатыр ма? Ондай жағдайлар бар. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар жаңалықтардан. Жақсы, енді бұл мәселені реттеудің қандай жолдары бар? Сіздер енді энергетика министрлігі бұған бір тыйым салу мәселелері ме, или басқа да қандай мүмкіндіктерді қарастыру керек? Бұл мәселені енді өзіміздің ішкі нарықты бірінші қамтамасыз етіп алуымыз керек қой. Оны сыртқа шығарудың бір шектеу шараларын қолға алуға болмай ма? Негізі ағымдағы жылы 21 қаңтарда осы энергетика министрлігі, қаржы, ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлескен бұйрық шығарылды. Соған сәйкес 6 айға дейін бізде бензин, дизель отынын автокөлік транспортымен шығаруға тыйым салынды.
Жақсы. Енді бұл мәселені реттеудің тағы да қандай жолдары бар? Сіздер ұсыныс ретінде мысалға үкіметке қандай тетіктерді тағы да ұсына аласыздар? Негізі қазір тиісті жұмыстар жүргізіп жатыр. Ол мысалы біз мұнай өңдеу зауытының жөндеу жұмыстарын қысқарттық. Сонымен қатар солтүстік өңірлерден оңтүстікке жеткізіп жатырмыз көлемді тиісті. Негізінде біз өз өнімімізді осы дизельді өнімдерменен жағармайды, бензинді біз толыққанды өз ішімізде, өз елімізде осы қажеттілікке жететіндей деңгейде өндіре аламыз ғой, оны өндіру көлемі бізде толықтай қалыптасқан ба? Негізі біз толықтай қамтамасыз ете аламыз. Сонымен қатар мысалы қазіргі кезде бізде жыл сайын тұтыну көлемі өсіп келе жатыр. Соған байланысты мысалы қазіргі уақытта министрлікпен Қазмұнайгазбен тиісті жұмыстар жүргізіп жатыр. Ол Шымкент мұнай өңдеу зауытының ұлғайту бойынша шығару, мұнай өнімдерін шығаруының ұлғайтуы бойынша. Жақсы. Енді онда қазір мен біздің хабарымызға қатысып отырған қаржы мониторингі агенттігінің ресми өкіліне де сөз берейік деп отырмыз. Әлібек мырза, жалпы жаңа біз атап өттік, осы соңғы кездері осы көрші мемлекеттерге осы біздің жағармай, әсіресе мына дизельді жағармайды заңсыз шығару оқиғалары өте көбейіп кеткені белгілі болып отыр. Әрине оған себептері түсінікті. Бір жағынан біздегі баға төмен болғаннан кейін, енді көрші елдердегілер өздерінде баға жоғары болғаннан кейін бізге келіп заңсыз сол жағармайды шығарудың түрлі жолдарын қарастыратыны белгілі. Осы бағытта сіздер қандай бір қылмыстық топтарды әшкереледіңіздер? Осы жыл басынан бері бұндай оқиғалар көп тіркелді ме? Әлібек мырза, сөйлей беріңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Естіліп тұр ба? Сәлеметсіз бе? Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Иә, өзіңіз айтқаныңыздай, былтырғы жылдың өзінде бізде берген ақпараттар бойынша біраз осындай қылмыстық топтар әртүрлі желеумен жанар жағармайды Қазақстан территориясынан алып шығуға тырысып жатты. Оның жолдарын кесіп, белгілі бір тергеу шаралары жүргізген болатын. Енді менің бір айтпағым, қазіргі уақытта қаржылық мониторинг агенттігі жалпы мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мақсатында жанар жағармай нарығындағы тапшылықтың және оның ішінде мұнай өнімдерін шетелге заңсыз әкетудің себептерін жою бойынша біз тұрақты жұмыс жасап келеміз. Мәселен, мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы саласында былтырғы жылы заңсыз, яғни 12,5 миллиард теңгенің 62 мың тонна мұнай өнімдерін айналыммен 40 қылмыстық іс тіркелген болатын. Енді сұрағыңыз биылғы жылдың, яғни 23 жылдың қаңтар-ақпан айларында 9 сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымның көлемі, осы биылғы жылдағы көлемі 402,1 миллион теңге сомасында 2034 тоннаны құрап отыр. Сонда бұл заңсыз шығарушылардың көбі қай мемлекеттерден тіркеліп отыр? Қай мемлекеттерге жөнелтіп жатыр оны? Бұл көбінесе біздің көрші мемлекеттерге әкетіп жатыр. Атап айтқанда? Олар атап айтқанда Өзбекстанға әкетудің фактісі тіркелді. Яғни бұл фактінің жолы кесілді Ресейге алып кету фактілері болған былтырдың өзінде. Оның ішінде бояғыш концентраттар, әртүрлі растворителдер сияқты желеумен жанар жағармайларды алып кетуге тырысып жатыр. Оның өзінің процедурасы бар. Яғни оны ұстаған кезде сол цистерналарда міндетті түрде жаңағы эксперт, яғни сарапшылар өздерінің бұл пробаларын, сынамаларын алып, яғни нәтижесін беретін болады. Бұл деген шынымен бе бояғыштарды растворителдер болып табыла ма, жоқ әлде шынымен де жанар жағармай ма, соның заключение шыққаннан кейін барып, бұл іс сотқа жіберіледі, ары қарай ол сотта қаралып, егер де кінәсі дәлелденетін болса, сәйкес жауапқа тартылатын. Жаңа сіз айттыңыз ғой, өткен жылда осындай оқиғалар өте көп болған екен. Солардың ішінде мысалға
осындай көп көлемді бензинді және жағармайды шығаруды ұйымдастырған топтар мысалға белгілі бір жергілікті жердегі әкімшіліктегі қызметкерлермен ымыраласып жүзеге асырған ба, әлде басқадай тетіктермен шығаруға тырысқан ба? Оны басқа тетіктермен шығаруға тырысқан дегенде, әртүрлі айтып отырмын ғой, әртүрлі желеумен, әртүрлі атаумен шығарып отыруға тырысқан болады. Темір жол арқылы шығарып жатқандар да бар. Мысалға, цистерналармен алып өткендер бар. Мысалға, былтыр Павлодар облысында 15-ке дейін көтерме жеткізуштен 610 миллион теңгеден астам сомаға 3,5 мың тонна АИ-92 маркалы бензин сатып алу фактісі анықталған болатын. Яғни бұл оның жауапкершілік осы белгілі бір жауапкершілік шектеулі серіктестігі, яғни ТО болған. Оның үстінен ол тағы да кейін екінші факті 550 миллион теңгеден астам жалпы көлемі 2-4 мың тонна дизель отынын сатқан болатын. Мінекей осы жасалған, яғни мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы шығу тегін растайтын құжаттардың жоқ болуынан, яғни шығу тегі растайтын құжаттардың жоқ болуынан бұл азаматтар белгілі бір 6 жылға, 4 жылға, 2 жылға сотталған болатын. Бас бостандығынан айыруға үкім шығарылды. Бұл деген яғни соттың шешімі. Осындай жағдайлар тіркеліп жатыр, оның барлығысын біз әрине күнделікті ақпар беріп жатырмыз, және егер де азаматтарымыз қандай да бір жанар-жағармай материалдарын республикадан тыс жерлерге заңсыз сату немесе әкету фактілері туралы қандай да бір хабардар болса, немесе уәкілетті органдар мен ұйымдардың қызметтік өкілдіктерін теріс пайдалану фактілеріне тап болатын болса, қаржылық мониторинг агенттігіне және оның аумақтық департаменттеріне тәулік бойы қызмет көрсететін сенім телефондарына хабарласуға шақырамыз. Жақсы, жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой, әртүрлі себептермен деп. Мысалға, кейбір делдал компанияларда болады. Мысалға, осы жанар-жағармайды сатумен айналысып жүрген, тағы да басқа осы кәсіби тұрғыдан осы жанар-жағармайды сатумен айналысып жүрген компаниялардың да тарапынан осындай әрекеттер болған жоқ па? Заңсыз шығару әрекеттері. Заңсыз шығару сізге тағы да фактілерді сұрап отырсыз ба? Иә. Байланыс сәл нашар болып тұр. Иә. Мысалға кәсіби түрде осы делдалдық сату жұмыстармен айналысатын компаниялар болады ғой. Солардың арасында да осындай жолдарға түсіп кеткендері бар ма дегенім ғой. Енді тағы да түсінуімше қосымша фактілер тағы да орын алған фактілер сұрап отырсыз. Мысалға, қазір есіме түсіп отырғаны, мысалға былтыр тамыз айында ғой деймін, Алматыда белгілі бір жауапкершілігі шектеулі серіктестік сол серіктестіктің басшысына қатысты аса ірі көлемде мұнай өнімдерін заңсыз сақтау және сату фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталған болатын. Яғни бұл тергеу барысында осы аталған ТО-ның басшысы 14,6 миллион теңгеге 78 тонна дизель отын шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз сатып алу және сатумен айналысқаны анықталды. Демек, осы ортада делдал болғанының белгісі. Сол кісі, яғни сот үкімімен сол айыпталушы кінәлі деп танылды. Шартты түрде, яғни рақымшылық қолдану арқылы 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Жалпы сіздердің мекемелеріңіз енді осындай қылмыстық оқиғаларды тіркеп отырғаннан кейін, жалпы осының алдын алудың мәселелеріне байланысты қандай ұсыныстарды тиісті мекемелерге жолдап отырсыздар? Ұсыныстар алдын алу бойынша енді көбінесе біздің агенттік келген шағымдар бойынша жұмыс жасайтын ведомство болғандықтан, ал енді алдын алу шаралары құзырлы орган энергетика министрлігіне қатысты сұрақ деп ойлаймын. Жақсы. Онда сізге көп рахмет. Бізбен осы мәселелерге байланысты ақпаратпен бөліскеніңіз үшін көрермендердің атынан алғысымызды жеткіземіз. Енді біз ары қарай талқылауымызды жалғастырайық. Қазір біздің хабарымызға Нұрлан Жұмағұлов мырза да қатысып отыр. Нұрлан мырза, енді сізде осы мәселеге байланысты өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз, жалпы жанар-жағармай мәселесіндегі осындай заңсыз сыртқа шығару оқиғаларының жиіліп кетуіне не себеп?
Бұл арада енді бағаны реттеу мәселесін көтеретін болсақ, мемлекеттік реттеу тетігі ретінде мысалға қазір бағаларды ұстап тұру тетіктері қолға алынып отырған сияқты, өйткені бізде мысалға бұл жағармайдың бағасы өте жоғары емес. Қазір басқа мемлекеттерге салыстырғанда және атап өттік, төмен деңгейде екен. Жалпы осындай қылмыстардың алдын алу үшін не істелуі керек? Сіздердің тараптарыңыздан қандай ұсыныс пікірлер бар? Қайырлы кеш. Енді жалпы бағаны ұстап тұрмау керек, мемлекет тарапынан бағаны жіберу керек. Енді бірден емес, жылына бір 2 рет 10% делік, 15% делік оны жіберіп отыру керек та. Өйткені қанша тосқауыл қойсақ та, мысалы экспортқа қазір тыйым салынған ғой. Транспортпен, темір жол арқылы. Қазір тіпті енді бар ғой, канистрды тексеретін болған ғой шекарада. Егер канистрда жанар жағармай болса, өткізбейді. Енді ол сұмдық нәрсе ғой. Өйткені өзіңіз атап айттыңыз, Қырғызстан, Өзбекстанда баға 2 есе төмен. Жоғары болып тұр. 2 есе жоғары болып тұр ғой. Сол үшін кетіп жатыр ғой біздің жаңар жағармайымыз. Олардың өздерінде, ол мемлекеттерде жоғары, бізде төмен. Сол үшін енді жыл сайын бұл оқиға қайталана береді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде Петросан, Казмунайгаз компаниялары жалпы осы нарықтың 80%-ын ұстап отырады ай сайын. Көктем кезінде және күз кезінде Петросан, Казмунайгаз өзінің өндірген 80% дизель отынын біздің аграрияларға жұмсайды. Сол кезде дизель отына тапшы боламыз көктемде және күзде. Қазір енді Шымкент мұнай өңдеу заводы ремонтқа тұрды. Енді жыл сайын тұрып отырады ғой біздің мұнай өңдеу заводтары. Бағаны сәл-сәл көтермесе ол болмайды. Кеше ғана осы хабар арнасында біз талқылаған болатынбыз. Мысалы, аграрияларға көктемде күзде дизель отыны 1 миллиард литр кетеді екен. 1 миллиард литр. Арзан бағамен. Егер бағамен есептесек, мысалы, қазіргі таңда қалай етеді? Аграрияларда ауыл шаруашылығында бір баға, бизнесте бір баға, АЗС-терде бір баға. Енді бизнеспен ауыл шаруашылығындағы кеткен бағаны салыстыратын болса, 100 теңгеден көп. Мысалы, енді ауыл шаруашылығының қызметкерлер өздері айтып отыр. Одан да сол ақшаны сендер бізге субсидия ретінде берсеңдер жақсы боларды ғой деп. Өйткені, мысалы, арзандатылған дизель отынын кім алып отыр? Ірі компаниялар алып отыр да, шаруа қожалықтары. Ал шағын шаруа қожалықтарына өкінішке орай арзан дизель отыны жетпейді, өйткені олардың қоймалары жоқ. Олар қымбат дизельді сатып алып отыр. Сол үшін енді бұны қолға алып, ауыл шаруашылығына кеткен қаржыны субсидия ретінде бөлсе мемлекет, және де осы дизель отынын еркін бағаға жіберсе, онда жыл сайын дизель отыны Өзбекстанға, Ресейге, Қырғызстанға кетпейді. Жақсы. Енді бұл арада екінші мәселені де ескеруіміз керек. Енді мысалға жергілікті жәнегі қарапайым адамдарға мысалға егерде бағаны көтеру мәселесі кері әсер ететінін белгілі. Сондықтан да енді бұл үкіметтің арнайы жасап отырған қадамдар екендігі сөзсіз. Біз бұл тұрғыда қазір біздің хабарымызға қатысып отырған экономист сарапшы Мақсат Халық мырзаға да сөз берейік деп отырмыз. Мақсат мырза, бұл мәселеге байланысты сіздің пікіріңізді естісек. Сәлеметсіздер ма? Сөйлей беріңіз, Мақсат мырза. Біз сізді тыңдап отырмыз. Бұл жерде дұрыс, мынау бағаның ұстап тұруы мүмкін емес екені түсінікті. Енді үкімет онсыз да 1-2 жылдар бойы бағаны ұстап тұруға әрекет жасады. Бірақ та енді ол жаңағы дизель бағасы болсын, жанар жағармай, газдың бағасы болсын, ертеңдері бірте-бірте ол қымбаттайды. Түсінікті жағдай. Так, біздің техникалық себептерге байланысты Мақсат мырзаның дауысы естілмей тұрған сияқты.
қазір қайтадан байланысты реттегенше мен келесі сұрақты энергетика министрлігінің маманына қоя берейін. Әл-Фараби мырза, сізге қоятын сұрағымыз, бұл жаңа бағаны реттеу мәселесіне байланысты түрлі пікірлер айтылып жатыр. Жалпы бұл мәселеге байланысты энергетика министрлігінің көзқарасы қандай? Қазіргі кезде энергетика министрлігі 24 наурызда көтерме баға бойынша біз өзіміздің бұйрық жобамызды кіргіздік. Ол осы нарықты реттеу үшін көзделген. Онда бағаны көтеру мәселелері қозғалған ба? Сонда қаншаға дейін өсіру көзделіп отыр? Жоқ, ол нақты көтерме баға бойынша айтып отырмыз. Ал қазір бізде бөлшек баға заңмен реттелген бұйрықпен 230-260 теңге. Жақсы, енді бізге түскен бір ақпараттар бойынша осы 1 сәуірден бастап жанар-жағармайдың бағалары көтеріледі деген болжам бар екен. Осы қаншалықты рас? Егер де көтерілетін болса, онда сізде ақпаратпен бөліссеңіз. Негізі министрлік тарапынан ондай ақпарат болған жоқ. Енді айтып кеттім, біз көтерме бағаны тек бұйрықты кіргіздік. Осы ашық порталға. Ал бөлшек баға қарастырылып жатыр. Қарастырылып жатыр. Бірақ ол да өсуі мүмкін деген болжам қаншалықты рас? Негізі баға енді қарастырылғанмен қатты өспейді. Жақсы. Жалпы енді осы саладағы мәселелерді реттеудің тағы да қандай жолдарын қарастыру көздеп отырсыздар? Жалпы бұл бағытта енді тағы да не істеледі? Мысалға біз жаңа айтып отыр ғой, мамандар мысалға кейбір мұнай өңдеу зауыттары тура осы жанар-жағармай керек кезде жөндеу жұмыстарына тұрып қалады. Бұл жылда көтерілетін мәселе осы мәселе. Осы мәселе неге алдын ала оларға тура бұл кезде емес, басқа уақытта жөндеу жұмыстарын жүргізу графигі неге оларға ұсынылмайды? Неге олар тура осындай дәл көктемгі егіс науқаны кезінде, сосын күзгі жиын-терін науқандары кезінде осындай жөндеу жұмыстарына тоқтап қалатын, жылда қайталанатын оқиға? Осыны бір реттеудің энергетика министрлігінде тетіктері жоқ па? Жоқ, негізі тетіктер бар ғой, біз қарастырамыз міндетті түрде. Мысалы, осы жылы Шымкент зауыты бізде 25 наурыздан 8 сәуір аралығында тоқтайды. Атырау мұнай өңдеу зауыты 13 қыркүйектен 31 қазан аралығында, ал Павлодар мұнай химия зауыты 17 маусымнан 30 шілде аралығында. Енді біз 3 зауытты бір уақытта тоқтата алмаймыз, және қысқы уақытта да тоқтатуға бізде мүмкіндік жоқ. Өйткені тиісті жұмыстарға байланысты. Енді тура науқанның кезінде жаңа айттыңыз ғой, бір зауыт мысалға тура күздің кезінде тоқтайды екен. Неге оны мысалға басқа уақытқа қарай өзгертуге болмайды? Жоқ, мысалы біз көктемде дизель отынның қорын мысалы 1 қаңтардан 15 наурыз аралығында 241 мыңнан 347 мыңға дейін көтердік. Осы көктемгі жұмыстарға дайындық ретінде. Жақсы. Дәл солай мысалы күзде де біз негізі қорларды жинаймыз. Зауыттар тоқтаған жағдайда толықтай қамтамасыз ететіндей нарықты. Жақсы. Былтыр осы дизельді отын жағдайының тапшылығына байланысты мысалға Ресейден де алған жағдай болған екен. Биыл ондай оқиға қайталанбай ма? Бізде Ресеймен тиісті шарттар бар, соған сәйкес бізге импорттауға мүмкіндіктеріміз бар. Егер қандай да бір жағдай бойынша жетіспеушілік болған жағдайда. Ал қазірге ондай қауіп жоқ қой. Қазірше толыққанды осы көктемгі егіс науқандарын аяқтап бітуге дейін бізде жанар-жағармай жағынан ешқандай тапшылық болмайды ғой. Жоқ, қазіргі сөздің басында айтып кеткендей, бізде қазір 20 күндік қажеттілікті қамтамасыз ететіндей көлемдер бар дизель отынында. Жақсы. Жалпы енді қазір біздің хабарымызға қатысып отырған Мақсат мырзаменен байланыс орнатылды ма екен? Егер мүмкіндік болатын болса, біз Мақсат мырзаға бірнеше сұрақтарымызды қойып көрсек, өйткені қазіргі осы нарықтағы бағаның осындай төмен болуына байланысты сарапшыларымыз да айтып отыр. Мысалға көрші елдердің
көптеген өкілдері немесе көптеген көрші елдерге әкету оқиғалары өте жиілеп кеткен екен. Енді бұны тоқтатудың қандай жолдары бар деп ойлайсыз? Тек қана бағаны көтеру арқылы ғана біз осы мәселені реттей аламыз ба? Мақсат мырза, жаңа сізбен сөйлеп жатқан кезде байланыс үзіліп кетті. Енді ойыңызды қайтадан жеткізіп берсеңіз. Жақсы, мен даусым естіліп тұр ғой. Енді естіліп тұр, енді айта беріңіз. Бәрекелді. Бұл жерде бірінші маңызды мәселе ол халықтың табысын өсіру өте маңызды. Бізде соңғы жылдарда халықтың нақты табысы кері кеткен. Қайта өсудің орнында. Міне осы жерде бір үлкен проблема туындайды. Енді егер де біз дизельді қымбаттататын болсақ, онда ертең азық-түлік өнімдерінің бәрі тағы да қымбаттап шыға келеді. Әрине. Ал халықтың төлем қабілеттілігі оған дайын емес. Сондықтан да бұл жерде ең бірінші кезектегі шешілуі қажет мәселе халықтың табысын ұлғайту. Сол уақытта егер де халықты біз бүгінге дейін дайындау керек еді, табысын өсіріп. Сол уақытта біз бүгіндері мысалға ертең осы дизельдің басқаның бағасын өсірген кезде ол халықтың қалтасына қатты соққы болмайтын еді. Енді өкінішке қарай біз қазір осы дизель болсын, газдың болсын бағасын өсіруге мәжбүрлі болып тұрмыз. Ал егер оны ертең қымбаттататын болсақ, бұл тауарлардың бағасы синергетикалық түрде ертең азық-түліктің қымбаттауына да бірден әсерін тигізеді. Әрине. Осы кезде бір қатты мән беретін дүние үкімет шоковая терапия болып 90 жылдарда жасаған. Сондай нәрсеге бой алдырмау керек. Халықты мысалы шоковая терапия деген күрт бағаның қатты өсуінің орнын алып, азаматтарымыздың табысы жетпей қиын жағдайға қалып қалмау керек. Әрине бағаны өсіру қажет, оны түсініп тұрмын экономист ретінде, өйткені егер де оны өсірмесек, онда тағы да осы контрабандалық алу процесі бұл тоқтамайды, ол одан ары жалғасын таба беретін болады. Қанша жерден бізде құзыретті органдар онымен күресуді қолға алса да, ол алып кетем дейтін алаяқ азаматтар ол түрлі жолдарын табады әртүрлі. Сондықтан да бұл жерде бағаны көтеру қажет, бірақ та оны қадам-қадаммен рет-реттілікпен жүзеге асыру қажет деп есептеймін. Осы тұста халықтың табысын ұлғайту мәселесі де күн тәртібінде тұруы керек. Енді жаңа премьер-министр тағайындалды. Экономика және осы энергетика министрліктері орнында қала ма қалмай ма белгісіз, бірақ бұл жерде ең бірінші кезектегі мәселе халықтың әл-ауқатын арттыру болып тұр. Онсыз біз бұл мәселенің бәрін шеше алмаймыз. Жақсы, енді шынымен де жаңа өзіңіз айтып отырғандай, біз мысалға бір жағынан өзіміз мұнайды өндіріп отырған мемлекет бола тұра, бір жағынан мысалға жаңа Ресей сияқты мемлекеттерден өткен жылдары осы дизельді жағармайды жетіспеушілік пайда болуына байланысты алған да жағдайымыз бар екен мысалға. Осы мәселе қалай ойлайсыз? Осы біздің мына энергетика саласында, әсіресе мына осы жанар-жағармай, мұнай, шикізат мәселелерімен айналысатын мекемелеріміздің осы бағыттағы жұмыстарының бір осал тұсы емес па осы мысалы? Осыны алдын ала реттеуге болатын еді ғой. Осының қандай тетіктерін ойластыруға болады? Жалпы экономист ретінде бір ұсыныс пікірлеріңіз бар ма? Сұрағыңыз өте орынды. Бұл салада біздің үлкен осал тұсымыз байқалады. Шынын айтқан кезде оны арзан бағада ішкі нарыққа сатуға тырысамыз, бірақ тапшылық болып қалатын болса, амал жоқ, біз Ресейден оны 2,5 есе қымбат бағада сатып аламыз қайтадан. Ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін. Бұл енді ақылға сыймайды. Сондықтан да бұл жерде негізгі мәселе, өткен жылдарда тағы да бір дизельдің бағасы бір шарықтағаны бар, тура науқанның кезінде. Сол кезде сұрақ туындайды, неге ол тура науқанның кезінде шарықтайды деген. Себебі оның министрліктің есептеріне қарасақ, ешқандай тапшылық болмаған. Сондай өткен алдыңғы базалық жылдардағыдай дизель көлемі өндірілген. Ал неге онда тапшылық туындайды? Демек, бұл салада олигополия бар. Бұл салада бағалық келісімдер жүзеге асады осы компаниялардың арасында. Демек, бұл енді бір көлеңкелі бизнес деген мәселені айтып отырсыз ғой? Ол мысалға дизельдің өзі бар, өндірілген көлемінде заводтарда өндірілген, ал бірақ та сол алыс шалғайға өңірге АЗС пунктілеріне сол жеткізілуі кешіктіріледі, әдейі. Қолдан жасалынады. Ол әдейі шаруаларды сондай ажиотаж қиын жағдайға тап болғызу үшін қолдан жасалынады. Сосын амал жоқ, ол кешіктірілген дүние болғандықтан шаруалар ол қандай қымбат бағасына болса да алуға мәжбүр болады. Әрине. Қажеттілік болғаннан кейін. Осындай мәселелердің барлығында арада бағалық келісімдер жүзеге асады. Я болмаса арнайы олигополиялық топ дейді, жаңағы жұмыс жасап,
қолдан тапшылық туғызатын азаматтар табылады. Сондықтан да менің ойымша осы жерде бақылаушы құзыретті органдар сол арадағы мәселені қолдан тапшылық туғызып отырған азаматтарды тауып, әшкерлеп, оларды халықтың алдында жазалау керек деп есептеймін. Сол кезде ғана ондай процестер келесі жолы орын алмайтын болады. Сосын ең қызығы бізде осы міне қазір көктем болды. Қазір бағаның ақырын өсіп жатқанын байқап отырмыз. Иә, байқап отырмыз. Тура науқан кезінде, кейін тамыз айында басталады. Неге сондай уақытта ғана біз бағаны өсіру қажет екенбіз деген тақырыпты көтереміз? Иә, жылда көтереміз осы мәселені. Біз осыны жылда көтеріп келе жатырмыз. Сондықтан да менің ойымша ол науқан кезінде емес, ол оған дейін жоспарлы түрде тиісті министрліктің тарапынан ескертіліп айтылу керек. Жыл басталып жатыр ма? Мінекей, біз қазірден бастап ақырындап көтереміз. Бірақ та науқан кезінде осы бағаны біз осындай көлемнен асырмай ұстап тұрамыз. Сосын мәселе науқан басылғаннан кейін ақырындап тағы да көтеріп аламыз деп алдын ала сондай қадаммен келісілген түрде қазір жүрмесек, басқа амал жоқ. Жақсы, Мақсат мырза, енді қазір осы есеп беретін үкімет деген мысалға тұжырымдама жүзеге асып жатыр ғой, мысалға ықпалды парламент, күшті президент деген. Мысалға осы арада міне осы механизмнің осындай мәселелерді реттеуде пәрменді болуы керек сияқты. Мысалға енді парламентке жаңа депутаттар келіп жатыр қазір. Мысалға парламенттің негізгі дауысын жинаған Аманат партиясына үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Міне осы басқа да партиялар бар, мысалға Ауыл партиясы бар, жаңадан келіп жатқан партиялар бар. 29 тәуелсіз мандатпен келген, бір мандатты округтармен келген депутаттарымыз бар. Міне енді үкіметтен нағыз осындай мәселелерді реттеуді талап ететін кез келген сияқты. Бұл арада парламентте осы мәселені энергетика министрлігінің өкілдерін немесе басшылығын шақырып алып, осы мәселелерге байланысты нақты қатаң талаптар қою керек сияқты. Қалай ойлайсыз? Өте орынды айтып отырған сөзіңіздің бәріне толығымен келісем. Нақты талаптар үкіметке қойылу қажет. Бірақ енді қазіргі уақытта бізде орын алып отырған жағдайлар, осы қымбатшылықтан қаша алмай отырған жағдайларымыз, ол мысалға энергетика тарифтеріне қатысты болсын, газдың бағасына қатысты болсын, дизельдің бағасына қатысты болсын, ол ондаған жылдар бойы осы бағаны тежеп келуден туындап отыр. Ал бірақ та бұл жүйелі түрде, жоспарлы түрде ақырын өсіріліп, кейінірек барып ол еркін айналымға жіберілу керек деп есептеймін негізінде. Өйткені бізге еркін нарықтық экономика қажет. Сол бағытқа қарай біз жүруіміз керек. Ал енді осы тұста парламентте отырған депутаттардың атқаратын рөлі өте жоғары. Ол бірінші кезекте қарапайым халықтың үнін үкіметке жеткізу керек. Өйткені өңірде, аймақта ол қымбатшылықты қаншалықты көтере алатын, халықтың төлем қабілеттілігі қаншалықты. Осы мәселе айқын түрде айтылып, үкіметке талап ретінде қойылу керек. Ал одан кейін өз кезегінде үкімет осыған байланысты нақты есептерін беру керек. Қандай жоспарлары бар? Қалай өсірмекші? Бірінші кезекте халықтың табысын арттырып алу керек қой. Сосын барып ақырындап бағаларды өсіру ойластырылу керек қой. Ал ол қалай жүзеге асады? Демек, бұл жерде тек қана энергетика министрлігі ғана емес, сонымен қатар қаржы министрлігі де, экономика министрлігі де жауапқа тартылу керек, кәдімгідей сұрақтың астына алыну керек. Не істелініп жатыр? Қандай қадамдары бар? Қандай жоспарлары бар? Соны түсіндіріп беретін шенділер де керек бізге үкімет тарапынан. Өйткені кей уақыттарда үкімет азаматтары да дұрыс нәрсені айтқандай болады ойы, бірақ та оны дұрыс жеткізе алмайды халыққа. Сөйтіп халықтың наразылығын туғызады. Сондықтан да үкіметтің де коммуникациялық қызметте болып, халыққа дұрыстап түсіндіре алатын қызметтерінің болу қазір күн тәртібінде тұр. Уақыт күттірмейді. Өйткені ашынған халық ар жақта отыр. Жақсы. Онда қадірменді спикерлер, осы тақырыпқа байланысты біздің хабарымызға қатысып өз пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Әрине бұл мәселе мына жаңадан жасақталатын үкімет бұл мәселені жан-жақты талқылап реттейді деген ойдамыз. Осымен қадірменді ағайын, біздің бүгінгі хабарымыз аяқталды. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.